Отан қорғау ұрпақтың алдындағы ең бірінші міндетіміз, яғни келер ұрпаққа қалдыратын аманаттардың бірі болып есептелінеді екен. Және Алла Тағаланың алдындағы үлкен сауаптардың бірі болып саналады. Бірде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға бір сахаба келіп, "Я Алланың елшісі, амалдардың ең абзалы қайсысы?" деп сұраған кезде, ол кісі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам амалдардың ең жақсысы, ең қайырлысы бұл отаныңды қорғау ниетіңмен бір түн және бір күн шекарада тұрып беру, бұл бір ай немесе түніменен бір ай құлшылық жасаудан да қайырлы деген екен. Мінекей қараңыздар, бұның сауабы тіпті сіз бір ай бойы ораза ұстай аласыз ба, тоқтамай, немесе бір ай бойы құлшылық істей аласыз ба? Бұл әр адамның қолынан келмей бермейтін істердің бірі болып есептелінеді. Енді осы отанды қорғау бұл ұрпақтың алдындағы біздің міндетіміз болып табылады. Және туған елге, жерге, туған өлкеге, отанға деген сүйіспеншілік, махаббат бұл иманның тереңдігінен ұялайтын сезім болып есептелінеді. Сол үшін ағайын ұрпақты қорғайық, оны бірге аманат қылып қолға алайық. Мұсылманның алдында 5 міндеті болады екен. Соның ең біріншісі бұл Алла Тағала мен оның елшісінің алдындағы міндет екен. Екіншісі міндеті бұл өзінің алдындағы міндет екен. Ал үшіншісі болатын болса, бұл өз отбасының алдындағы міндеті. Төртіншісі адамзаттың алдындағы міндеті болған сияқты, бесіншісі отанды қорғау, яғни отанының алдындағы өзінің бір міндеті бар екен. Алла Тағала елімізге аманшылық, жұртымызға тыныштық, береке, ынтымақ алып келсін.